Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? 4-ші тоқсанда геометрия пәнінен алғашқы өтетін тақырыбымыз кеңістіктегі векторлардың скаляр көбейтіндісі. Кеңістіктегі векторлардың скаляр көбейтіндісін табу үшін, егер екі вектор берілген болса, олардың сәйкесінше координаталары берілген болса, сол сәйкес координаталарын көбейтіп, мысалы, А векторының бірінші координатасын Б векторының бірінші координатасына көбейтесіз. Одан кейін екінші координатасына көбейтеміз, А мен Б векторларын. Содан кейін үшінші координатасын көбейтеміз, сөйтіп осы үшеуін қосамыз. Сол кезде екі векторның скаляр көбейтіндісі шығады. Енді векторлардың скаляр көбейтіндісі арқылы осы екі вектордың арасындағы косинус бұрышын табуға болады. Ол үшін скаляр көбейтіндісін, екі вектордың скаляр көбейтіндісін олардың сәйкес әрқайсының ұзындықтарының көбейтіндісіне бөлеміз. Сол кезде осы екі векторлардың арасындағы бұрыш шығады.